сәлеметсіздер ме? Мен Барбут Құтқожалы атындағы орта мектебінің 9 сынып оқушысы Төлен Ағырке. Өзін-өзі басқару ұйымы қамқорлық фракциясының еріктісімін. Менің отаныма менің бастаған шығармашылық жобасы «Жақсылық керуенінің» номинациясы бойынша қатысып отырмын. Менің бүгінгі сіздерге ұсынып отырған жобамның тақырыбы мектептегі ынтымақтастық пен құрмет. Жобаның мақсаты өмір сапасын арттыру, яғни балалар мен қарттардың өмір сапасын арттырып, оларға психологиялық, әлеуметтік көмек көрсету. Және де материалдық көмек, мұқтаж жандарға қолдау көрсету, балалардың мінез-құлықтарының қиындықтарын алдын алу. Бұл жобаның міндеттері. Мақсатты аудитория. Менің мақсатты аудиториям кімдерге арналады? Тұрғылықты жеріне қарамастан қарт адамдарға, және де үйден оқытылатын оқушылар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған осал топтағы балаларға, мінез-құлық қиындықтары бар жасөспірімдерге арналады. Бұл жобаның әдістері: психологиялық қолдау, тренингтер, семинарлар өткізу, тұрмыстық көмек, азық-түлік, киім, материалдық жағынан көмек көрсету, түзету бағдарламалары, әлеуметтік дағдылар бойынша, және де балаларға әдеп сабақтарын өту. Әдеп сабақтарында біз мектептің ішкі ережелерін үйрететін боламыз. Іс-шаралар, қайырымдылық, концерттер өткізу. Мынау біздің қайырымдылық жәрмеңкесінен үзінді. Және де біз жақсылық қылсаң бүтін қол дей отыра, қарттарға тек қана қарттар күнінде есімізге алмай, оларға қандай қиын сәттерде көмек керек болса, сондай уақыттарда көмектесіп отырамыз. Мысалға, мына жерде біз қыс мезгілдерге қарттарға көмек көрсетуімізден үзіндімізді сіздерге ұсынып отырмыз. Қарты бар үйдің қазынасы бар дегендей, біз қарттарымызды ешқашан ұмытпаймыз. Және де мына біздің келесі көктем келіп еріктілермен тал отырғызу сәтінен. Және де біз ешқашан үйден оқытылатын оқушыларды да ұмытқан емеспіз. Міне сіздерге тағы да бір фото. Тағы да. Мынау біздің мектепшілік өткізген тренингтерден үзінді. Оқушылармен өткізілген әдеп сабақтарынан үзінді. Біз әдеп сабақтарында не үйретеміз? Мен бағана айта өткенде, біз оқушылардың мектеп ішіндегі қалай жүріс-тұрысын үйрететін боламыз. Және де осы оқушылар біздің ертеңгі келешек ұрпақ, біздің болашағымыз болғандықтан, біз оларға жақсы көңіл бөлеміз. Жұмыстың нәтижесі: 2023-2024 оқу жылдарында жобадағы бала саны 15, қайырымдылық акциясы 4 рет болған. Ендігі бізде 2024-2025 оқу жылында бұл артты. Жобадағы бала саны 25-ге, қайырымдылық акциясы 6-ға артып отыр. Күтілетін нәтижелер. Менің жобамнан не күтіледі? Қарттар мен балалардың жақсаруы, яғни өмір сапасы, түзету мен бейімделу, мінез-құлыққа байланысты. Қоғамдағы әлеуметтік жауапкершілікті арттыру, яғни жауапкершілік басты орында. Және де психологиялық қолдау, әлеуметтік тұрғыдан қолдау, және балалармен бірге жұмыс жасау арқылы қазіргі таңдағы басты мәселе буллингтің алдын алу. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні: біздің жобамыз балалар мен қарттардың өмір сүру деңгейін арттыруға арналып отыр. Қазіргі жасанды интеллект дамыған заманда біздің балалардың бойындағы жақсы қасиеттер жоғалып бара жатыр. Сол үшін біз әдеп сабақтарын өтіп, олардың бойындағы жақсы қасиеттерді ашуға тырысып отырмыз. Және де қарттармен де жұмыс жасап, олардың ізгі тілектерін алып, балаларды жақсы жаққа тәрбиелеп отырмыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.